Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Ыбырай Алтынсарин Шынаты Ибрахим атамыз 1841 және 1889 жылдары өмір сүрген. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагогі, жазушысы, этнографы, фольклоршысы, қоғамның қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуына терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқи алатынын байқатты. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Георгиевпен жақын танысып алды. Ыбырай Алтынсарин атамыз Қыпшақ тайпасының ұзын руынан шыққан. Атасы Балқожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ел ішіндегі көп билікті қолында ұстаған би. Орынбор әкімшілігінің алдында да беделді, белгілі кісі болған. Заманына бет алысын өзінше болжаған Балқожа табысқа жетудің ендігі жолы оқу деп біледі. Ыбырай Алтынсарин атамыз ол қазақ мектебінің дамуына ат салысып, және ол бірінші қазақ мектебін ашқан тұлға болады. Сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин атамыздың Жәнібек батыр, жомарт, жиренше шешен, жамандыққа жақсылық, жаман жолдас, надандық және полкан деген ит, салақтық туралы осындай шығармалары бар. Бұдан да басқа тағы басқа шығармалары да бар. Өздеріңіз білетіндей, Ыбырай Алтынсарин туылған жылдары экономика жақсармаған еді, ал қазір бізде бәрі де бар. Кәне салыстырып көрейікші. Ыбырай Алтынсарин атамыздың кезінде түрлі нәрселер болмаған. Қазір бізде смартфон бар, телефон, ноутбук бар. Ал олар қараңғы кезде солайынша білім алған. Ал біз тура солай білім алатын болсақ, Ыбырай Алтынсариннің артынан еретініміз айдан анық қой. Қане қорытынды шығарып көрейік. Біз өте жақсы білім алып, тәрбие алатын болсақ, Ыбырай Алтынсарин атамыз секілді білімді болсақ, болашағымыз жарқын болатынына сенімдімін. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғарып деп бекер айтпаған. Дей отырып, видеомды аяқтаймын. Арнаға тіркеліп лайк басып кетуді сұраймын. Ал ендеше сау болыңыздар.